2025 жылдың ең хит пирогы Орео пирогын жасайтын боламыз. Өте дәмді, әрі өте жұмсақ, нәзік пирог шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Құрамына бізге ең алдымен бір жұмыртқа қажет болады, және де үстінен 30 грамм қант қосатын боламыз. Бір жақсылап араластырып алып, үстінен ерітілген сары майымызды қосатын боламыз. Біркелкі масса болғанша араластырып аламыз, және де електен өткен ұн мен қопсытқыш какаоымызды қосып, біркелкі араластырып аламыз. Және де үстіне тестамыздың үстіне салып, біркелкі қамыр болғанша жақсылап қозғап араластыратын боламыз. Мен дәл осылай видеодағыдай жұмсақ, нәзік тесто шығатын болады. Енді келесі бізде салмасын дайындайтын боламыз. 400 грамм қаймаққа үстінен 2 жұмыртқа қосатын боламыз, және де 80 грамм қантымызды қосатын боламыз. Үстінен кукурузный крахмалымызды 1,5 қасық салатын боламыз. Және де осы салмасы біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Және де ореомызды осылай қолмен ұсақтап қосатын боламыз. Дәл видеодағыдай қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Енді тестамызды кез келген пирог пісіретін қалыптарыңызға салып, жан-жағына бортик жасап, мінекей дәл осы видеодағыдай жасап аламыз, және үстінен салмасын қосатын боламыз. Және де бетіне қалған ореоларымызды сәндік үшін осылай қойып шығатын боламыз. Кішкене үстінен басыңқырап, батырып салатын боламыз. Өте дәмді, өте жұмсақ пирог шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма подписать етіп, лайк басып, комментария жазып қолдап кетіңіздер. Ас болсын, сіздерге ұнары анық.